Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де озық кісіміз. Өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елде түзерлік ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де, қолы тиеме. Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығындап, шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілдейін, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында. Қол тимейді. Байлар олар өздерде бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малменен сатып алады. Көңілдері көкте, өздері аспанда. Адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім. Еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланы да паралап алса болады. Оның діні Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тиеме. Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ. Ұры, бөрі, қыз, суық суғанақ солардан сақтанбақ. Солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырған жағашан. Қол тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өзде тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнін көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтай. Бізді не қыласың? Ана сөзді ғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. Орынсыз ыржаң, болымсыз қылжаң, болама дәулет нәсіп бол.